Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге достар, мен бұрын анализ жасаған ситуацияларыма біраз шолу жасап кететін боламыз, және алдағы уақытта біз дәл осы ситуацияның алдындағы анализді тағы да қарастырып, сделка ашатын боламыз. Достар, байқайтын болсақ, біздегі бұрынғы ситуация, трендтік линия бізде төменге қарай кетіп бара жатыр еді, бірақ дәл осы жерде скопление аймағынан бастап бізде 3 жасыл свеча арқылы, дәл осы жасыл свечалар арқылы бізде баға жоғары қарай көтеріліп кеткен еді. Енді достар, бізде нақтырақ қарайтын болсақ, мұндағы скопление аймағындағы кішігірім қара свечалар арқылы бұл жердегі баға өзінің максимальный бір аймағына келіп тоқтаған еді. Біз мына жерден өзіміздің алғашқы максимальный аймағымызды белгілеп шығамыз. Вот осы жерде бізде поддержка аймағы деп есептеледі. Бірақ бұл жерде поддержка аймағы болғандықтан да бәрібір де бұл жерде тесіп өте алмайтынын біліп баға не істеді? Баға сатып алушылар бағаны жоғары қарай көтеріп тастады. Вот сатушылар бағаны барынша итеріп көріп жатыр, астына қарай апарып жатыр. Бірақ астында мұндағы объемды көріп тұрмыз ғой, жасыл объемды. Вот осы жасыл объемнан ары қарай аса алмай жатыр. Өйткені мұнда қарайтын болсақ, свечалардың ешқайсысы асты, даже тені де мына объемдардың бетіне жақындамаған. Не істеп жатыр бұлар? Бір ұшып жатыр. Егер бұл мына жерден разворот болып мына жерге келетін болса, дәл осы аймақта мен былай сызып қояйын. Мына жерде өйткені кішігірім остановка болған. Но скопление деп есептей берейік, бұны остановка емес. Но скопление. Осы жерге теңесіп қайтадан жоғары қарай көтерілетін болса, баға бізде лонг позициясына қарай кетіп бара жатыр. Егер баға дәл осы аймақтан кіріп кететін жағдай болатын болса, достар, бізде баға дәл осы аймаққа кетіп бара жатыр. Міне, мына жердегі скопление аймағында бір остановка болған. Осы остановка кетіп бара жатыр. Егер баға дәл осы жасыл областтан өтіп кететін болса, дәл осы жердегі остановкаға кетіп бара жатыр. Вот, енді достар, біз алдағы ситуацияға мән береміз және олардың астындағы объемдарына, свечаларына, үстіндегі тендеріне, осыларға мән беріп, біз алдағы сделкамызды қарастыратын боламыз, достар. Вот, достар, қазір біз дәл осы свечаның уақытын күтеміз. Мұндағы ценовой котировкаға қарайтын болсақ, 1 минут 20 секунд қапты. Осы жерде уақытты күтеміз, содан кейін барып біз өзіміздің ситуациямызды қарай тағы да сделканы қарастыратын боламыз. Достар, бізде қарайтын болсаңыздар, соңғы свеча бізде шорт позициясына қарай, лонг позициясына қарай ауысым жатыр. Баға ауысымы болып жатыр. Ол ненің салдары, ол ненің кесірі дейтін болсаңыздар, астындағы жасыл областы көрдік қоя, поддержка аймағы деп есептеп қойған. Вот бұл жасыл поддержка аймағында мұнда бір остановка болған еді. Мына жерде бір остановка болған еді. Дәл осы жердегі остановкаға келіп, мұндағы соңғы свеча развороты теңесті. Енді біз астындағы соңғы свечаның астындағы теніне қарайтын болсақ, үстіндегі теніне қарағанда астындағы тені өте үлкен. Ол дегеніміз астында өте крупный сатып алушы тұр деген сөз. Енді біз бағаны лонг позициясына деп қарастыратын боламыз Quotex платформасында. Вот біз ашып үлгердік, бірақ кеш ашып үлгердік, әрине 1-2 секунд аралығында. Енді қой берсін, достар, болады. Біздің ашқан уақытымызға қарайтын болсақ, 2:08 258-де ашыппыз. Ценовой котировканың бағасына қарайтын болсақ, 2:08 258-де ашыппыз. Так, 258 так, мына жерден былай есептейін. Вот мына жерден 57 есептей салайын. 258 ғой, так, 58. Вот бізде 57-те тұр, достар. Баға көтеріліп жатыр, кішігірім ішінде ауысымдар болып жатыр. Бұл ауысым дегеніміз бұл ценовый скопление ғой, достар. Кішігірім ауысым. Біз өйткені қараңыздар, мұндағы объемның ішінен аштық қой біз. Көрдіңіздер ме? Мен мұнда баяғыдан белгілеп қойдым ғой, мына жерде скопление болып жатыр деп. Біз скопленияның ішінен сделканы жоғарыға деп қарастырдым. Ненің арқасында қарастырдым? Мұндағы свечаны көрдік қой, әлсіз болып тұр. Сатушы әлсіз болып тұр. Мұнда доджи деп аталады. Мұндағы свечаның атауы мұнда. Куалды сияқты ғой, мұндай басы үлкен, асты кәдімгі ұстайтын сабы сияқты ұзын болып тұр ғой. Вот бұны доджи свеча да атайды. Доджи свечаның соңғы біздегі 4-ші свечасы бұл лонг позициясына қарай итермелеп жатыр. Бұл жерде разворот болуға мұндағы сатып алушылар объемдары итермелеп жатыр. Ортасы неге тоқтап артқара қайтып кетті. Значит, бұл жерде поддержка аймағында сатып алушылар өте мықты, өте крупный сатып алушылар тұр. Итеріп тастағанмын былай осылай. Мен осылай белгілеп кетейін. Вот сол үшін бізде енді сделкамыздың уақыты болып қалды ау деймін. Так, достар, бізде прибыльді көрейік. Прибыль бізде минус болып түсті. Неште жабылды? 2:08-де 244-те жабылды. 244. Так, мұнда біз аштық бағаны 58-де. Міне жерде жабылыпты. Жабылған аймақ осы жерде болыпты. Біздегі свеча осы жерден
мындағы теннің, мындағы свечаның тенін көрдік қой. Осы тен арқылы түскен баға астына қарай түсіп кеткен. Бұл тағы да ненің арқасы болып жатыр? Мен айтқандай, осы ценовый скопленияның арқасында дәл осы свеча я астына қарай, я төмен қарай көтеріледі. Баға тұрақсызданып жатыр, достар. Вот біз скопленияның ішінен сделка қарастырдық. Негізі трейдингте өте қауіпті аймақ бұл скопление. Баға ауысымы болып жатқан кезде біз сделка қарастырмауымыз керек еді. Бірақ мен ол ережеге сделканы біз плюс қылу үшін біз мұндағы өзіміздің ситуациямызда қанша ақшамен кірдік? 5400 теңге кіріппіз. Енді біз не істейміз? Енді біз бағаны 10800-ге көтереміз, достар. Вот бағаны біз не істейміз? 10800-ге көтереміз. Так, мына жерден мен демо шот сәл көбейтіп тастайын. Так, 40 мың деп қоя салайын примерно. Вот мен 10800 деп көбейтіп аламын, достар. Бағаны 10800. Бізде сделканы енді жоғарыға деп ашсам болады, достар. Сделканы біз жоғарыға деп по-любому қарастырдым. Өйткені не үшін? Қараңыздар, мен сары линия, мұндағы сары объемды алып тастайын, мұндағы қызыл объемды алып тастайын. Так, былай, достар. Вот мен мұндағы жасыл сызықты көрдік қой, жасыл объемды. Вот мен осы жерді не үшін белгіледім? Не үшін мен жоғарыға деп қайтадан тәуекел етіп жоғарыға деп аштым? Өйткені мұндағы свеча, мұндағы остановкаға келіп, осы остановканың аймақтарына, осы тендеріне келіп тоқтап қалды, достар. Бұл дегеніміз, достар, баға никакой ни случай астына түсе алмай жатыр. Өйткені мұндағы соңғы үшінші свечаның тені айтып тұр еді. Жоғарыға көтере алмайсыңдар. Өйткені сатып алушылар мықты болып тұр бұл жерде деп тұр еді. Мен сол үшін де барынша тәуекел етіп сделканы қарастырып жібердім жоғарыға деп. Так, мен өзімнің ценовой котировкама бір қарап қояйын. Қай ценовой котировканың бағасына қарайық. Бізде так 2-де 0.82-де 28, 228. Мен былай белгілеп кетейін. Так, мына өшіріп тастайын. 228. Міне жерде тура осы жерден ашылып біздің достар, міне әдейі осылай сызып қояйын. Вот қазір баға не істеп жатыр? Қазір баға түсіп кетті бізде. Біз ашылған сделкадан түсіп кетті. Енді қайтадан көтерілді. Мына жердегі ортаң свечаның ортасына тұрмын. Вот біздің ашылған уақыт бұл, достар. Біздің ашылған уақыт. Біз неште аштық? Уақытына қарайтын болсақ, біз 15:35-те ашыппыз, достар. Сделканы 15:35-те аштық. 2,5 минут күтеміз. Осы 2,5 минутта өзіміздің ашқан сделка плюс болады, достар. Біз өзіміздің сделкамыз бір көріп жіберейік. Вот, енді, достар, бізде сделка плюс болды. Вот енді менің айтқаным бойынша ғана плюс болды. Несте жабылды, несте ашылды? Ашылған уақытын есептейтін болсақ, 2-де 0.8-228-де ашылды. Жабылған уақытта 2-де 0.8-263-де жабылды. Біздегі бүгін прибыл плюс болып түсті, достар. Міне, достар, мен болжағандай тура анализ бойынша теңде тең болып түсті. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеода, достар, сіздермен бірге осы USD GPI валютасына екі платформа арқылы сделка ашып қарайтын боламыз. Quotex платформасы, Pocket Option деген платформалар арқылы екі сделка қарастыратын боламыз келесі видеода. Олай болса, достар, келесі видеода кездескенше.